Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қазағымның ұлттық тағамы өте дәмді, тойымды, кереметтей сірне тағамның жасалу жолымен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ең алдымен құйрық майымызды алып, жіңішке ұзынша етіп турап аламыз. Тамағымызды құйрық майымызға боқтырсаңыздар өте дәмді болып шығады. Егер құйрық майларыңыз болмаса, сұйық маймен де жасасаңыздар дәмді болады. Құйрық майымызды осылай жіңішке етіп турап алдым. Және сүйектерімізді шауып, еттеріміздің барлығын турап аламыз. Осылай турап, жуып, дайындап алдым. Енді қазанымызды алып, турап алған құйрық майымызды қазанымызға орналастырып, барлық шетіне салып шығамыз. Осылай құйрық майымды салып алдым. Құйрық майымыздың үстіне дайындап алған сүйектерімізді салып шығамыз. Осылай сүйектеріміздің барлығын салып, сүйегіміздің үстінен турап алған еттерімізді салып шығамыз. Осылай еттердің барлығын салып алдым. Енді 1,5 ас қасық тұзымызды салдым. Етіміз, құйрық майымыз тұздалмағандықтан 1,5 ас қасық тұзымызды және үстінен қара бұршымызды қостым. Турап дайындап алған пиязымызды саламыз. Осылай барлық шетіне пияздарымды салып алдым. Енді қазанымыздың бетін жауып, қатты отта 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін қазанымыздың бетін жауып, жай отта 1,5-2 сағат пісіреміз. Араластырмаймыз. Картошкамызды ашып дайындап аламыз. Картошкамыздың үстіне тұзымызды, қара бұршымызды, сұйық майымызды, паприкамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осы кезде пешімізді қыздыруға қоямыз. Осылай жақсылап араластырып алдым картошкамызды. Енді листімізді алып, үстіне пергамент қағазымызды төсеп, дайындап алған картошкамызды саламыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 1 сағатқа қойып аламыз. Қып-қызыл картошкамыз әдемі болып шығады. 1 сағаттан кейін осылай қазанымызды ашып, етіміздің суы шыққан, осылай әдемі болады. Жақсылап араластырамыз. 1 сағаттан кейін араластырдым мен. Осылай жақсылап араластырып, турап дайындап алған сәбізімізді қосамыз. Сәбізімізді қосқасында араластырмай, тағы да бетін жауып, жарты сағаттан кейін сәбізімізді сағасын жарты сағаттан кейін ашып, араластырамыз. Етімізді осылай көп уақыт бұқтырсаңыздар өте дәмді болып шығады. Енді бетін жауып қойып қоямыз. Енді Гүл ханымыздың қамырын дайындаймыз. Ыдысымызды алып, суымызды құямыз. Суымыздың үстіне тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап венчигімізбен араластырамыз. Тұзымыз ерігенше осылай жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп алған ұнымызды қосамыз, араластыра отыра. Осылай венчигімізбен жақсылап араластырдым. Венчигімізбен араластыру қиын болғандықтан ұнымызды салып, қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Осылай қамырымызды біркелкі қылып илеп дайындап алдым. Сірне тамағымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай біркелкі қылып қамырымызды илеп алдым. Қамырымызды илеп алып, пакетімізге салып, демалдыруға қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындап аламыз. Картошкамызды, сәбізімізді теркадан өткізіп алдым, және пиязымызды турап, сәл ғана мен фарш пайдаландым 150 грамм. Және тұзымызды, қара бұршымызды, сұйық майымызды құйып, салмамызды жақсылап араластырамыз. Осылай біркелкі болғанша салмамызды жақсылап араластырып дайындап алдым. Салмамыз дайын. Енді илеп алған қамырымызды аламыз 10 минуттан кейін.
ұн себе отыра жақсылап иінін қандырып, қамырымызды біркелкі қылып жайып аламыз. Мантыға жайғандай қылып жаямыз, жұқа әдемі қылып. Осылай қамырларымызды ұн себе отыра, екі шетін ғана басып отыра, қатты күш салмай, біркелкі қылып қамырымызды жайып аламыз. Осылай қамырымды біркелкі қылып жайып алдым. Жоға әдемі болды қамырымыз. Енді қамырымызды жайған күйінде кесіп шығамыз. Гүл ханымның формасына келтіру үшін осылай ұзынша етіп қамырларымызды кесіп, дайындап алған салмамызды бір шетіне салып шығамыз. Осылай бір шетіне салып, барлық қамырларымызға салмаларымызды салып, осылай салып алдық. Енді қамырымыздың екінші шетіне қайырып, қамырымызды жинап шығамыз. Гүл ханым формасына келтіріп, видеода көргендеріңіздегідей осылай екінші қамырымызды да қайырып, Гүл ханымыздың формасына келтіріп, жинап шығамыз. Осылай қамырларымыздың барлығына салмамызды салып, Гүл ханымның формасына келтіріп, дайындап алдым барлығын. Енді мантаваркамыздың листін алып, астын майлап, Гүл ханымдарымызды орналастырып, суымызды қайнатуға қоямыз. Мен 40 минутқа пісіріп алдым. Егер үлкен қазанда жерде болсаңыздар, үлкен қазанда жасасаңыздар, бірге пісірсеңіздер болады. Менде барлығы бірге сыймайтын болғандықтан бөлек пісіріп алдым мантаваркаде. Осылай бетін майлап 40 минутқа пісіріп аламыз. Қайнап тұрған суда картошкаларымызды осылай 1 сағатқа духовкаға пісіріп алдым. Енді пісіріп алғасын қазанымызды, етіміз өте жұмсақ пісіп тұр. Сол үшін мен етімді бөлек қойып бір шетке картошкаларымызды астына салып, жарты сағатқа тағы да бұқтырып алдым. Осылай еттерімізді бөлек қоя тұрып, астына картошкаларымызды салып, үстіне еттерімізді қойып, осылай картошкалардың барлығын салып, жарты сағатқа қойып аламыз. Жарты сағаттан кейін тамағымыз дайын. Жарты сағаттан кейін аштым қазан бетін. Тамағымыз дайын. Тарелкамызға салып, астына картошкаларымызды салып, үстіне етімізді, сүйектерімізді салып, осылай тамақтарымды салып, үстіне сүйектерімізді, еттерімізді салып, дайындап алған Гүл ханымызды орналастырып, тарелкамызға. Гүл ханымыздың бетіне сәл-сәл қуырылған майымыздан құямыз. Көп құймаңыздар. Осымен керемет сірне тамағымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, тойымды тамақ. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.